Икътисад вакаалары акта тариф этмеге азырмыз. Студияда мен Султан Истакаева чалышам. Хайырлы акшамлар. Ант эткен мен сөз бергенмен Ахярда Нуман Челебиджиханын хатырасы анылды. Чоқ бекленілген объектнің құрылмасы. Яқында Қырым сәкендеріне Жума жәминен тычқы көрініші açılacak. Белли жемаатчы Мунивер ханым Тимишева фани дүнияны терк етті. Адамларны құртарған аппарат Керіч хастаханесінде қан темізлеген 6 суни бурек яныланды. Бір күнде 4 ойын Қырымда футзал бойынша чемпион кубогының матчлары кечті. Самолет Америка Қошма штатларының арби деңіз күчлеріне Аид Посейдон адлы патруль қайықларға қаршы учақ Қырым сайылы бойларында истихбарат кечірді. Бұл ақта план радар адлы ресурс хабер етті. Кечендері учақ Сицилия адасындаки Сиганелла авиабазасындан учып чықты. Посейдон учағы Қырым көпіріне яқын учты, бір қач керек Қырымның женеби сынырларына айланды ве Ақярға яқынлашты. Америкалыларының истихбараты денізге Украин арби гемелер чыққаны еле раст келді. Бұнен берабер Дональд Кук гемісі февральның 19 күні Босфор боғазындан кечті ве Одессада тоқталды. Хатырлатамыз, америкалы истихбарат учақлары енді бір қач керек Қырым сынырларындан учалар. Спорт везірлігінің яны ребері тайынленді. Олег Галинат Жумхуриет елбашчысының емірі еле спорт везірі вазифесіні вақтынже эда етмек үшін сечілді. Хатырлатамыз, әвел бұл вазифеден Елизавета Кожичевой бошатылды. Енді бұл идаренің везір муавины оларақ чалыша. Мермер қаплама веляле шекілді әлемлер. Ярымадада чоқ бекленілген иншаатының құруджилығы тезлеші. Яқында Қырым сәкенлері Жума жәминің оқ көрінішіні көрежеклер. Да насыл ішлер бедірілгені ақта Фатиме Сидаметова тариф етежек. Иш бұрда қаға біле тоқтамай. Жума жәми территориясында юзге яқын ішчі екі сменада чалыша шымды бенаның о көрініш өзерінде фаал иш алып барыла. Ұсталар мермерчі шытыны лимра ташыны құланалар, оны Туркияден кетірелер. Бұта жемде азиз ерні ярыштырajak. Шымдылы құрыжылар көчік құбелерні ортейлер. Умумен жәминің 38 құбесі бар, олар епсі қоршын әлі қапланajak. Минарелер ве жәминің баш құбесі алтын, кычы құбелері есе Қырым татар үслібінде мермер әлемлерінен ярыштырылajak. В виде тюльпана, то есть окончание не полумесяц, а тюльпан. Есть такое архитектурное решение. Он уже стоит, можно посмотреть, очень красиво. Бүгін әнда баданлаштырувның әсас ішлері бейджерілді. Шымды суарылу системасы ве электрик ағлары ерлештірілі. Жәменің ичі сыланған сон ішке дизайнерлер қошылajak. Бинаны оригинал интерьерлі безетмеге істегенлерінің сайысы чоқ. Атта Түркиялі мұсафырлер тешшебюз бүлдірген әділер. Ама қарарны Қырым муфтияты алды. Сейчас рассматриваются разные варианты. Тот дизайн-проект, который уже утвержден и согласован заказчиком в лице муфтията, требует еще согласования с благотворителями, с специалистами от генподрядчика. Вот эта работа сейчас проводится на данном этапе. Девлет думаме бұсайт қанна көре бұна тек бір қачы афта керек олajak. Тыш қызметшілер есе епсабеклерде о көрініш ішлеріні июль айына жие күнлемеге сөз берелер. Фатиме Сейдаметова, Дмитрий Низовой, Мелет Ичун. Құрттарыжылар фаджианын огюна алдылар. Қырым яңғыжылары Ахмеджет районының Шумхай көйінде турмуш газ патлавына yol бермеділер. Бұл ақта Қырым бойынша февқоляды вазиет везірлігінің матбуат қызметі хабер еті. Операция кетешатында бір кімсе зарар көрмеді. Февқоляды вазиет вазирлігінде қайдеттілер ки, мескен евлерде турмуш газ патлавының себебі чоқы салаларда газ қоланып қайделері ве эмаллық иле бағлыдыр. К месту вызова были немедленно направлены сотрудники пожарной части 121 «Доброе» государственного казенного учреждения пожарной охраны Республики Крым в составе 3 человек и 1 единицы техники. По прибытии стало известно, что из дома по указанному адресу чувствуется резкий запах газа. Войдя в дом совместно с сотрудниками полиции, пожарные немедленно перекрыли вентиль газового баллона и вынесли его в безопасное место, тем самым предотвратив угрозу взрыва. Пострадавших в результате происшествия нет, в причинах произошедшего разбираются сотрудники полиции.
Ахьярда Нуман Челебиджиханның хатырасына аңдылар. Восставших адлы мейдандаки мемориал тақта үгіне гүллер қойылды. Тамам бу ерде евеллері Абсхани ерлеші еді. Ве тамам бу ерде Қырым татар халқының қараманы Нуман Челебиджихан өлдірілді. Бу ерде діни тешкилатларының азалары, жемат ирбаплары, тарихчилер, жемат тешкилатларының азалары ве милли медени жемиетлерінің рейслері топланды. Сабрие Алимованың левхасында тәфсилатлы малюмат. Гүлдестелер милли қараманымыздың рухуна эль-фатиха ве милли байрақларымыз. Ахьярда восставших адлы мейданында Нуман Челебиджиханның өмір yolını ве жесаретлігіні қатырламаға істегенлер топланды. Тамам бу ерде 101 ел евелсі Қырым татар халқының лидері, Қырымның бірінші муфтисі Нуман Челебиджихан вақшиде өлдірілген еді. Қараманымыз, шейхидіміз Нуман Челебиджиханны мында аңмақ, оның рухуна дуалар оқымақ үшін. Оның хатыры, оның фікірлері, оның бүйі ғайелері бізде yaşағаны дайын, келешек evlatlarımızda da yaşamak керек, оларда шу yolunu күтіп, onun қойған мақсатларына біз бүтін миллет olarak yetmek үшін. Ана bunun үшін біз мында топlanамыз. Ежегодно количество наших соотечественников на День памяти увеличивается. Это всегда приятно видеть, радостно, что люди приходят с семьями. Чешет дин векиллері, тарихчилер, жемат эрбаплары ве милли медени топлулукларның азалары. Юзден зияде ватандашымыз бу улу шақысының хатырасыны сүкүне дақиқанен аңдылар. Также мы сегодня вспоминаем Сулейманова Талята Сейдометовича. Он возглавлял религиозную организацию. Он был членом общественной организации крымско-татарской. Он был членом общественной палаты. Он был уважаемым человеком не только для крымских татар, это тоже очень важно. Он был уважаемым человеком для города Севастополя. Челебиджихан ресімі или барельеф огыне гүллер қойылған сон, эбидиет ансамблі музыкаль-театраль саналаштырманы тақдим етті. Бөйле кібітет бірлер бұ елы да олачақ. Тешкилячылар энді Нуман Челебиджиханға бағышталған бір сыра дигер акцияларына планштырдылар. В этом году обязательно хотим провести все-таки большую в Севастополе конференцию, посвященную Нуману Челебиджихану и его идеям, которые он себе вынашивал и которые, в принципе, не потеряли актуальности и сегодня на самом деле. Сабрия Алимова, Магомед Нестуров, Миллет үшін. Мектеплилер Нуман Челебиджиханның хатырасына аңдылар. Ахмеджетнің 44-ші санлы мектебінде тәсіл алған талебелер Нуман Челебиджиханның 101 еллығына бағышланған ачық дәрісте иштирак еттілер. Бұл инсан Қырым татар халқының ұлы оғлы Мешур Девлет Эрбабы шайыр ве Қырымның бірінші муфтисі еді. О Қырымда яшаған миллетлерінің мусавилігі ақта қайғыра еді. Ярымадада яшаған халқларны о гүллер или қияслайды ве әрбір гүлінің өз тұсы ве құқысы бар. Тамам бұл ал гүлдістен ярыштыра дейді. Это первый руководитель нашего демократического избранного правительства, первый избранный муфтий, глава духовного правления мусульман Крыма, талантливый поэт и писатель Нуман Челебиджихан. Значение этой личности трудно переоценить. Как и в любом народе, в любой нации есть личности, которые составляют краеугольные камни не просто государственности, но и государственной мысли, государственной философии. Кедерлі хабер халқымыздың арасында белі жематчы чоқтан-чоқ яшларыны барыштырып, Qoranта құрмаға ярдым еткен Мунивер ханым Темишева бұ фани дүнияны терк етті. Бұ инсан башында неже ағырлықлар кечірді, сүргінлік, ачылық ве етішмемезлік. Ер вақыт күлер юзлі қадын ве бұнен бірге ижади шақыз беңлерже юреклеріні бір-біріне қавыштырды. О еді Қырым татар ансамблінің иштиракчысы еді. Мунивер ханым 85 яшта еді. Ana bugün keldi oraya kun sağlıklaşmak mecbur olduk. Bek yaxşı adam idi, kadın idi. İnşallah biz onu unutmamız, hatırada kalır o. Adi, vatanperver bir kadınday. Munira Apti'nin pek yaxşı tanışım ve ben onu ikinci anam dep sayar edim. Munira Apti hakkında aytkanda bu pek bir acayip insandır. Ve elinden kelgen kadar bu cesur apay her daim özünün milletine çok yardım yapar edi.
Апсты булунған диндашларымыз Эле Корешов Крым муфтисінің ярдымчысы Мухаммед Исламов Керіч шәрінің 2 санлы Доғыртув колониясыны зиярет етті. Ахмеджетнің баш имамы диндашлар Иле Муабетлік ведігер конфессиялар векілері Иле Эйі қомшулық мевзусы бойынша лекция оқыды. ОМД муэссисінің мемориетті Иле Корешті. Колонияда намаз ве дуалар кечірілмесі үшін одалар айрылуы суаллері музакире етілді. Крымда хафлы электрик термелеріні алып ташлайлар. Чисто небо, яни теміз кок деп адландырылған программаға бинаен мартның 1-ден июнның 30-на қадар Крым троллейбус девлет муэссесі донатмаларының ве темерелердегі кабель теллерінің инвентаризациясыны кечерелер. Эвелері муэссесінің генераль мудирі Илья Прокопьев хабер етті ки, бұ теллер ескіргені Крым троллейбус муэссесінің ең кескін меселелерінден бірі сайыла. Таврида трассасы қардан темізленмесіне 150 тонна реагент ве 62 мақсус машина айрылды. Бұ чарелер бақылығы кечкен раатлық күнлеріндегі ава вазиетнен бағлы. Бірінші невбетте Керічтен Ахмеджетке же yol қысымы темізленежек. Yol қапланмасы темізленуі бойынша ишлер геже күндіз алып барыла. Крымның региональ тешкели комитеті Единая Россия фирқасының эвелке рей береуі башланғаны ақта илян етті. Бұ іште фирқаның кәтібі Крым Девлет Шурасының рейсі Владимир Константинов іштирак етті. Крымда Единая Россия фирқасы екінші кере эвелке рей береуіні кечере. Бұ еш Девлет акимиетінде чалышачақ мемурларыны ве мембус намзетлеріні сайламаға ве тайынлемеге ярдым етежек. Мы работаем в рамках нашего графика по выборной кампании 2019 года. Предварительное голосование – это часть выборного процесса, очень важная часть. Мы сегодня исполнили все необходимые организационные вопросы, обозначили дату начала приема документов, место приема документов, дату окончания приема документов и саму дату предварительного голосования. А также определили количество комиссий, которые будут избраны. Өмір бағышланған аппарат Керіч хастаханесінде 6 суни буреклеріні янылаштырдылар. Күні олар кескін весі сөреклі буйре кетішмемезлігінден азап чеккен инсанларға өмір бағышлай. Шарқи Қырымда гемодиализ насыл роль ойнағаны ақта бізім левхамызда. Бойле трубка ярдымы или қан диализ аппаратына келіп төшенді. 15 жылдан берлі Николай Тупик вүджудыны керексіз шелерден тамам бойле вастасынен темізлей. Система гемодиализа не только помогает. Но некоторые вещи она из организма высасывает кальций. И если больной где-то потеряет над собой ориентацию и не возместит потерянный кальций, могут быть какие-то проблемы. Но это уже не врача дежурного или заведующего, это устройство такое гемодиализа. Башында хастаның дамарына мақсус алет ерлештіріле. Sonra адам бойлекі бұл процедураны автода 3 кере кече. Бір сеанс 4 саат девам ете. Суни буре қанын темізлей, электролит ве ақ балансыны ғайрыдан тіклей. Новые аппараты, которые мы получили, они меряют давление самостоятельно. То есть есть предусмотрена такая функция. Ну, мы, если надо, мы тоже меряем давление. То есть мы смотрим за пульсом, за давлением, за тем, как происходит очистка. Она безболезненная процедура. Боданы секімлер диализнын юрегі деп адлайлар. Тамам bu yerде су темізлене ве sonra kullanıла. Бір сеанс девамында аппарат 150 литр қадар су ишлете. Сборный резервный бак, вот он стоит. С откуда насосом уже непосредственно идет вода, чистая, дистиллированная, кристально чистая. Значит, на аппарат искусственной почки для приготовления диализного раствора, для лечения больного, незаместительная терапия. Это самое главное у нас, это сердце, можно сказать, диализа. Аппарат это уже все потом догоняет. Керіч хастаханесінде более ярдым тап 2006 сенеден берлі көстереле кечкен сенянын декабряна жекімлер ескі техниканы құланмаға мечбур едлер. Ойсы сық алда бузулайды. И мы работаем спокойно, зачастую уже не в таких авральных режимах, как это было ранее, когда нам приходилось ремонтироваться и вечернее время, оставались техники, и выходные дни, только для того, чтобы мы могли оказывать услугу жителям не только нашего города, но и Феодосии, Ленинского района. Экімлер и минлер яны система хасталарға көстерілген қызметінің кейфиетіні юкселті. Бір күнде суни бурек ең аздан 2 адамның жанны құртара. Фатиме Сейдаметова, Ирвина Миралиев, Милет үшін.
Кырымның тибби казалар вяжелі ярдым мерkezine 220 миллион айырылacak. Бу паранын буюк кысмы да doğrusu 150 миллион ажели ярдым модуль станциялары сатын алынуына масраф етілежек. Оларны Cumhuriyet'nin районларында ерлештірежеклер. Мерkezin müdiri Сергей Алефиренко кайдетти ки 70 миллионға якын пара ансаттык учары кираға алынуына айырылacak. Хатırlantамыз, санавиация иши Кырымда 2017 сене гайрыдан тікленілді. Кырымда 500-ге якын канунсыз чоплюк свалкалары yok етілежек. Бұл прокурорлық тешкіреуінің нетижесі олды. Ерлі идари органларындан 20 шахыс керекли чарелер бақылмағаны үшін мемури месулиетке желіп етілді. Бұндан ғайры незарет органларының талабы бойынша 150 миллион рублейлік пара жазасы тәнлемек ақта қарар алынды. Кезлевде «Умный город» адлы лейха әмелге кечірілежек. Бұ ақта шер мемуриетінің елбашчысы Андрей Филонов хабер етті. Лейха әмелге кечірілігі 3 ел давам етежек. Энті иш тақымы чалышы башлады. «Умный город» бұ бұйық программа комплексыдыр. О шер ходжалығы бойынша малюматны топлай ве талилеті. Мескен коммуналь ходжалық йөнелешінде бұ система энергия ресурсларыны эффектив шекілде қоланмаға ярдым етежек. Ахмеджетте новая формация адлы региональ ара жемат тешкилятының құрылтайы кечті. Тедбірні перезагрузка деп адладылар. Тешкилятның азалары Қырымда эмелдарлық инкишафы бойынша яны лейхаларны ве ғайлеріні тақдим еттілер. Сегодня я отвечал в своей презентации на вопрос, а зачем быть членом новой формации? И выделил 3 ключевых блока. Первое – это безопасность, которая определяется определенными административными ресурсами, то есть это взаимоотношения с органами власти. Второе – это вот как раз-таки увеличение численного состава, которое обеспечивает безопасность. Чем нас больше, тем мы сильнее. Третье – это юридическая защита наших предпринимателей. Новая формация 2021 сенеге якын мемлекетінің қыта қысмында 43 бөлік ачмаға планлаштыра. Бүгін тешкилятта 300-ге якын инсан бар. Ама сененің сонына жеда 700 иш адамыны желіп етмек мақсады тұра. Новая формация кечкен сене Русия сынырларындан тыш чықты ве Қытайда офисына ачты. Бу сене есе Женюби Корея ве Таиланд невбетте тұра. Моя первая задача, которую я сейчас взял, систематизировать подход объединения членов команды в команду через проектные решения, через бизнес-интерес. Это проекты разных направлений, это и социальные проекты, это где-то благотворительность, ну и по большей части все-таки это проекты предпринимательства. Яшлық тәжірибеге қаршы чемпион кубогыны қазанмаға істеген футзал бойынша 4 тақым мейданға шықты. Бір күнде 4 ойын кечті. Оларны көз еткенлер арасында мұхбиріміз Энвер Аблязиз болынды. Нәтижелер біздің левхамызда. Ойынны Қырым футзалының ветеранлары башлайлар. Звезды Россия адлы тақымның рақыбіне уджум. Cumhuriyet футзал федерациясы тәшкелі төлімінің 5 еллығына бағышланған ойынлар сериясы тамам бөле башланды. Будет очень символично, если победу одержат звезды России, поскольку буквально через 4 дня мы будем праздновать 20-летие победы сборной России в чемпионате Европы по футзалу в 1999 году. Evvelden tahmin etilgenine göre birinci maçta galibini Rusiyalı Ceyma takımı kazandı. Hesap 2-1 oldu. Bu yıldızlar takımında birkaç spor ustası ve Rusya çempionu oynay. Мастерство никуда не девается. Вы сами видели, как они двигаются, как они открываются правильно. И чего-то нам не хватило. Фарта, может быть. Мы просто столько били и не забили, а они забили. Вот и весь футбол. Bugün bu oyuncularının yaşı 35'ten ziyade spor ölçüsüne göre veteranlarının tecrübesi büyük. Kariyeralarının en yüksek noktası 1999 senege rast geldi. İkinci maçta yaşça futbolcular oynadılar. Kırım'nın Ceyma takımı Akıyar'nın Ceyma takımını darmadağın etti. Hesap 7-1 favoritlerinin basımını hatta muhlisler duydular. Очень приятно было, скажем, не только прикоснуться, но и вместе поиграть. Эти звания невозможно купить, они их действительно заслужили и по праву считались, наверное, этими заслуженными мастерами. Я думаю, что в нашем-то возрасте уже что-то приобрести, здесь нужно желание и больше движения. Neticevi maçta Rusya ve Kırım'ın Ceyma takımları yarışlaştılar. Kureş ağır oldu ve penaltı ile yekünlendi. Çempiyon kubokunu Kırım'ın Ceyma takımı elde etti. Enver Ablazis, Alisher Alimov, Millet için.
Біз сізлерні күн Қырымның ең актуаль хаберлерінен таныш етеміз. Егер сізні бірде-бір меселері атсызласа, яда иштимай жеттен мұйым ирешменіз олса, біздің қызметімізге хабер етіңіз. Телефон номерамызны ве электрон адресімізні экранларыңызда көресіңіз. Бүгін бұл эпосы хаберлер Милет телеканалынан айрылмаңыз. Хайырлы ақшамлар.